Ассалаумағалейкум, баршаңызға қалайсыздар? Базарда жүрміз, жалпы Ереван қаласы, Армения. Армян көліктердің бағаларын бір шама көріп шықтық. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, қолдап сіздерге бағаларын көрсетіп шығамыз қазір. 2008 жылғы Сараковка $9500. 50 комплектация. Толық простой комплектация. Бағасы $9500 жиіттеріне. 40-тықтардың бағасы. Әдемі жалтырап тұр бұл айтқан. Ал мінеки Альфардтан бастайық. Дубайский перекидка. 2004 жылғы 2.4 мотор. 2 есігі электрический. Люк есть, да? Два люк, да. Это люк. Это Ручной. обычно как бывает. Ортасы Алькантара, екі қаптал мата. Дубайский перекидка дейді әдемі. Бағасы? Цена? Цена 9200. 9200. Газ бар еще пропан. $9200. Пропан газ бар кәдімгідей. Мерседес Виано 3,5 объем 2006 жылғы. Мерседестердің ішін қарай қал. Іштер таза, әрине. Бәрі қолмен істеледі, орындықтары. Цена сколько он? Сколько стоит? Тоже, да? 11500 дейді. 11500 болды. Келісім бар дейді әрине. Мынау бөлек екен. Арты бөлек. Здесь не катались, этот машина. Мына жерде жүрмеген дейді. Да, когда привезли в 19 году. И это там тоже здесь не катались, не ездили. 11500 болды. Мерседес Виано дейді. 2008 жылғы қара 2.4 болды. Моторлары. Дубайский перекидка болды. Толық комплектация яғни. Іштен отырып ашатын функциялар бәрі бар. Екі монитор. Алькантара болды, ортасы қапталдары мата. 2008 жылғы $11500 бағасы. Қара кәдімгі әпәдеймі, жалтырап тұр. Ал достар, бағалар мінеки осындай болып жатыр. 2008-дер $11,500. Мерседес 211 2008 жылғы AMG пакет. Орындықтардың жағдайын қараңыздар. Негізі өте керемет жағдайлары. Рульде мынандайлар бар, лепестки дейтін. Қазір бағасын қараймыз. 211 кузов ұнататындарға. Цена? Багажник электрический. Цена 11 тысяч. Да, у него тоже газ. 11 Пропан, доллар. да? Ваший газ какой? Да, пропан. Да, тоже стоит. Вот пропан газымен Это новый. $11,000 дейді 2008 жылғы AMG. Он все AMG. Все. Өртеніп тұр екен бір сөзбен айтқанда. AMG. Kia Sorento 2005 жылғы $7,200 дейді. Іштері мата кәдімгі простой салон. $7,000 мынаяқтағы бағасы 7.200 дейді, 7.000-ға
береді ғой. Бұлай таза барлығы. Мына есікте сыртында шпаклевка бар. Сорента. Toyota 50'лік міне. $12,000 дейді. 14 жылға 87 мың жүрген. Қап-қара түскен 12 жылға SE комплектация. $12,000. Қыстық дөңгелектер тұр. Ксенон туманка. Моторлар тап-таза әрине. 2008 жылғы 40-тық. Цена сколько сказал? 8,8. 8,800. Белый черный салон, люк. Люк бар, есе құсатып жасап қойған, бірақ жаңағы 45-тік құсат. 40-тық бірақ. Удар алдынан болмаған дейді, 40-тық. Это крыло только купите. Там 45-тік құсатып істеп қойыпты оны, 40-тықта. $8,800 дейді, 2008 жылы. Два и 4, да? 2-де 4. 2003 жылға X-Trail. DVD Камера бәрі бар дейді ғой. $6,000 осы жердегі бағасы. Мынау X-Trail'дарды осы жақтан алған жақсы, Грузиядан емес та. Әдемі кәдімгідей. Жағдайлары тамаша. Салон. Газ нету, да? И не было. Не было. Это перекидка, что ли? Да. Перекидка. Перекидка заводской колонкой. Там. Сварка-мыварка нету. Сварка ештеңе жоқ, заводской қойылған. Рулі мына жақтан ар жаққа ауыстырылған. $6,000 2003 жылғы. Hyundai Accent $7,000. Дисклері простой. Үстінен қалпақ кигізілген. Шенандай. Айтас. Да. Это есть. Есть где это дома? Леп. Сырты жалпы жақсы бәрі, моторлары. 1.6 ғой дәке, ә? Нешінші жылға? 155 11 жылға 155 мың жүрген. Жағдай жаман емес, $11,000. Американцы. Тираж 1,6 это. 1.6 GDI. 2004 Зафирасы 1.8 газ бар. $5,000 міне. Бағасы $5,000 достар. Пробектері қанша екен? Орысшада көп білмейді, дұрыстап сұрап алу керек. 2004 метан газ 1.4 называется, да? Газ. Да. 1.4 деген газ. Там в Казахстане другой газ. Жидкий газ. Где? Жидкий. 2004 жыл самурай $8,000 дейді. Беретін жерім. Мотор қанша деп еді? 2,5 объем. Мына лопарик $7,500 дейді. 3.2 мотор 2001 жылғы. 169 мың жүрген. Серканды таза. Газ бар ма? Газ жоқ, запаска. Где это бита?
Мынау? Да, нижняя часть. Мына жерде соғылған еді. Моторлары өте таза екен. Газ қондырылмаған. Американец. İşlerin қара. Өте керемет тап-таза. Орындықтар. Люк. Эссе комплектация. 55'тік. 15 мың доллар дейді Грузияда. Арменияда. Катализатор бәрі бар. Жағдайын қараңыз, бірақ өте таза. Люк бар. 15 мың доллар. На месте. Айырбак ештеңе атылмаған дейді. Нет, ни один не открыт. Газ нету, да, бензин? Нет, нет. Все. Эссе комплектация. Грузияда осылар 11-12 мың доллар ғой. Мияқта 15 мың доллар дейді. 2004 жылғы Ронер 15 мың доллар дейді ол мияқта. Ешқандай соғылған жер жоқ дейді, метан газымен, бірақ бұл жақта метан газ арзан екен, пропанға қарағанда, сол үшін метан қояды. Іштері мата салон, 4 объем. 15 мың доллар осы жердегі бағасы. 16,5 мың долларға жететін шығар. Границаға, Катаев жақтарға. Доллар қанша болып жатыр, есептеп қараңдар теңгемен. Неше болады екен. Forerunner 2006 жылғы GX 470-тік. 20 мың доллар дейді ғой мияқта. Дома у меня тоже есть. 6 год, братан. На бензиновый. Вот так вот. Это газ? Это газ. Газ бар У еще. меня есть бензиновый. Тоже 6 год. Все заводские. 20 мың бірақ өте қымбат қой мұнда. Мынаны қара бірақ іштерін. Бірақ Арменияда көліктер өте таза кәдімгідей. Грузияға қарағанда. Мынандай ескі көліктерді тап-таза қылып қояды да. Әдемі екен. 20 мың доллар болғанда неше мынау мияқта? Почти 9 миллион теңге ғой өз бағасы. Осылай әне бағасы Арменияның. Бірақ таза армян нөмірмен кетеді. Сар нөмір беріп жатса, сар нөмір тағып ала қоясыздар ғой.